Орманның жауы өрт. Балқаш ауданында сала мамандары цифрлық технологияның озық үлгілерін кең дала аумағында еркін қолдана бастады. Қазір өңірдегі 7 елді мекенге бейнебақылау жүйелері қойылған. Бақанас орман шаруашылығы мамандарының табиғи апатқа қарсы дайындығы қандай? Әріптесім Құрманжан Қасымжанұлы әңгімелейді. Бақанас орман шаруашылығының жалпы жер аумағы 1.218.000 гектар болса, соның 753.000 гектары орманды алқап. Сала мамандары әсіресе көктем мен күз айларында кірпік қақпай сайын даланы қызыл жалыннан күзетеді. Президент тапсырмасына сай орманшылар биыл озық цифрлық технологияның игілігін көріп бастады. Яғни Қарой, Көккүмбез, Көкжиде, Ақкөл, Бақанас, Бақбақты мен Миялының ең биік нүктелеріне 7 жерден бейнебақылау қондырғысы қойылды. Жалпы құны 44 миллион теңге болатын құрылғының әрқайсысы 175.000 гектарлық шеңберлі аумақты тәулік бойы анық көрсетеді. Бізге тиімділігі қазіргі таңда болып жатқан, мысалы, өрт шықса, біз дер кезінде дәл уақытында анықтай аламыз осы камераның арқасында. Бұл камералар бізге өзі де белгі беріп, дыбыстық белгілермен және басқа да белгілермен көрсетеді. Әр камераның айналу уақыты 8 минут. 8 минутта ол шеңберлі айналады және айналасындағы барлық түтінді және түтінге ұқсас белгілерді анықтап бізге хабар береді. Біз сол арқылы жедел түрде өрт болып жатқан аумаққа шығамыз. Орман сақшылары үшін өртті дер кезінде анықтап, оған жедел әрекет ету маңызды. Бұл ретте қажетті техника мен адам күші толық дайындықта болуы тиіс. Қазір мекемеде жалпы 114 маман жұмыс істейді. Адам күші жетерлік, ал техникалық базада жылдан жылға жаңарып келеді. Ең алғашқы осы жерге жұмысқа кірген кезде 2000 жылдары бұл жерде бірақ пожарный автомашина болатын. Бүкіл Бақанас лесхозына. Қазір 2 пожарный автомашина, 1 трактор және 1 трактор соқасымен тұр. Биылғы жылы облыс әкімінің қолдауымен бізге лизингқа 1 пожарный автомашина 64 миллионға, әрқайсысы 22 миллионнан 2 трактор 12-21 и және жак автокөлігі. Бұл аты 3 деген автоцистерна 3 дегеніміз 3 тонналық судың несі. И бұның бұрынғы техникаларға қарағанда ерекшелігі өте жоғары, бәрі электронный, бұрынғыдай механикалық жүйеден көп жеңілдетілген. Су шашқан кезде де өте жеңіл, тез қимылдағанға и барғанға да ыңғайлы. Оның үстіне 2 мостылы. Ал Таза Қазақстан экологиялық бастамасы аясында 2027 жылға дейін орман қорын молайту мақсатындағы ауқымды жұмыс атқарылады. Биыл өңірге 1800 гектарға қара сексеуіл тұқымын себу жоспарланған. Ал жыл басынан бері аймақта 7 мәрте өрт тұтанып, тілсіз жау орман сақшыларының ширақ қимыл нәтижесінде жедел сөндірілді. Құрманжан Қасымжанұлы, Рашид Шүкірәлиев, Қонаев медиа.